Сәлеметсіздер ма? Жамбыл облысы Жуалы ауданы номері 1 мектеп гимназия математика пән мұғалімі Сұлташева Гүлнара Дабыржанқызы бүгін сіздермен бірге сабақ өткізеді. Сабағымыздың тақырыбы алгебралық бөлшектің негізгі қасиеті. Оқу мақсаттары: алгебралық бөлшектерді танып білу, алгебралық бөлшектің негізгі қасиетін қолдану. Бағалау критерийлері: алгебралық бөлшектің анықтамасын біледі. Алгебралық бөлшектің негізгі қасиетін қолдану арқылы бөлшекті қысқартады. Сабақтың мақсаты: алгебралық бөлшектің негізгі қасиетін қолдану. Еске түсірейік. X-тің 10-шы дәрежесі қосылған X-тің 2-ші дәрежесі өрнегі берілген. Енді балалар, осы жерде біз жақшаның сыртына ортақ көбейткішті шығаруымыз керек. Енді осы екі өрнектен қайсы өрнектің дәреже көрсеткіші аз, сол өрнек жақшаның сыртына шығарады. X-тің 2-ші дәрежесі аз, сондықтан да X-тің 2-ші дәрежесін жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде 10-ші дәреже еді, оның 2 дәрежесі шығарылған кезінде X-тің 8-ші дәрежесі қалады. Қосу: X-тің 2-ші дәрежесі жақшаның сыртына шықты балалар. Ал бізде оның алдында үнемі 1 деген сан тұратындығын білуіміз керекпіз. Сондықтан да қосылған 1 өрнегі жақшаның ішінде қалады. 2b азайтылған 2a келесі өрнек. Жақшаның сыртына ортақ көбейткіш 2-ні шығарамыз. Жақшаның ішінде бірінші өрнекте 2b болған кезде 2-ні шығарып жіберген кезде b қалады. Екінші өрнекте 2, ол жақшаның сыртына шықты, сондықтан да a қалады. Сонда біздегі пайда болған өрнек 2 көбейтілген жақша ашылған b азайтылған a. Үшінші мысал: 3a азайту 36. Ортақ көбейткіш 3, өйткені 3 деген бірінші өрнекте 3a-ны да 3-ке бөлуімізге болады, 36-ны да 3-ке бөлуімізге болады. 3a-ны 3-ке бөлсек, жақшаның ішінде a қалады. Азайту: 36-ны 3-ке бөлсек, жақшаның ішінде 12 қалады. Сонда біздегі пайда болған өрнек 3 көбейтілген a азайтылған 12 жақшаның ішінде. Ал балалар, енді бүгінгі осы еске түсіргенімізді пайдалана отырып есеп шығарайық. Бүгін сыныпта номері 38-ші 5 есебін шығаратын боламыз. 4-ші мысал мен 7-ші мысалды мен көрсетіп берейін деп тұрмын. Алымында X-тің 6-ші дәрежесі азайтылған X-тің 4-ші дәрежесі. Бөлімінде X-тің 3-ші дәрежесі қосылған X-тің 2-ші дәрежесі. Қайталап өткендей, алымында қайсысының дәрежесі аз, соны жақшаның сыртына шығарамыз. X-тің 4-ші дәрежесі жақшаның сыртына шыққан кезде, жақшаның ішінде 6-дан 4 алған кезде X-тің 2-ші дәрежесі қалады. Азайту: осының алдында қайталап өткен мысалымыздағы сияқты балдар, X-тің 4-ші дәрежесін жақшаның сыртына шығарып жіберген кезде, оның орнында бізде 1 деген сан қалады. Бөлімінде X-тің 2-ші дәрежесін жақшаның сыртына шығарамыз. X-тің 3-ші дәрежесі болған етін 2 дәреже жақшаның сыртына шыққандықтан бізде жақшаның ішінде X қалады. Қосылған X-тің 2-ші дәрежесі жақшаның сыртына шығып кетті, 1. Енді балалар, X-тің 4-ші дәрежесін X-тің 2-ші дәрежесіне қысқартып жіберуімізге болады. X-тің 4-ін бөлген кезде X-тің 2-ші дәрежесіне, алымында X-тің 2-ші дәрежесі қалады, бөлімінде X-тің 2-ші дәрежесі қысқарылып кетеді. Жақшаның ішіндегі өрнек X квадрат азайтылған 1, бұл екі өрнектің квадраттарының айырмасы. Сондықтан біз оны 2 көбейткішке жіктеп жазуымызға болады. Ол X азайтылған 1, X қосылған 1. Қысқаша көбейту формуласымен жіктедік балалар. Бөлімінде
x қосылған 1 өрнегі қалып отыр. Енді алымында көбейтінді болып тұрғандықтан бөліміндегі x қосылған 1 мен алымындағы x қосылған 1 өрнегін қысқартамыз. Жауабы x-тің екінші дәрежесі көбейтілген x азайтылған 1 өрнегі қалады. Жетінші мысалға назар аударамыз. Алымында жақшаның ішінде минус a, минус b осының бәрінің квадраты бөлінген a қосылған b тең. Балалар, біз қазір жақшаның сыртында алымында минус 1-ді жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сонда жақшаның ішіндегі өрнектің таңбасы қарама-қарсыға ауысып, жақшаның іші a қосылған b осының бәрінің квадраты өрнегі қалады. Бөлімінде a қосу b өрнегі. Енді балалар, алымында a қосылған b-ның квадратын бөлеміз a қосылған b-ға. Екінші дәрежеден бірінші дәрежені алған кезде бізде бірінші дәреже қалады. Алдындағы минус 1-ді жазбаймыз, бірақ таңба сақталынып қалады. Сонда бізде пайда болған өрнек минус a жақша ашылған a қосылған b өрнегі қалады. Енді балалар, осы 38-де 5-ші мысалды шығарып жұмыс жасаймыз. Кері байланыс. Мен нені үйрендім? Маған не қиын болды? Мен сабақтың мақсатына жетуім үшін жазасыңдар. Нені қайталауларын керек екендігін жазып толтырамыз балалар. Бүгінгі сабаққа сіздерге сәттілік тілеймін. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.